Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Нұршахар. Бүгін сіздерге осындай домашний тапочканың сәнді түрін тоқып үйретемін. Өте әдемі, ерекше. Жас келіншектерге, жаңа түскен келіндерге, кішкентай қыздарға таптырмайтын сыйлық. Видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Олай болса жұмысымызды бастаймыз. Ең бірінші бізге керекті құрал жіп, қайшы және крючок. Мен тоқу үшін осындай үш түрлі жіп алдым. Негізі құлағын қара түспен тоқу керек, бірақ менде өзімде қазірше қара түс болмағаннан кейін осы түспен табанға сәйкестендіріп осы түспен тоқыдым. Сіздер де өздеріңіз қалаған түспен тоқуларыңызға болады. Сол үшін мен үш түрлі түсті пайдаландым. Олай болса, крючок номер 2 және қайшы. Олай болса жұмысымызды бастаймыз. Достар, сіздер осы домашний аяқ киімді тоқып үйренген болсаңыздар, жалғастырып тоқи беріңіздер. Ал если тоқып үйренбеген болсаңыздар, менің каналымда осындай домашний тапочканы тоқудың арнайы сабағы бар. Описание бөліміне тастап кетемін сілтемесін. Сол жерден көріп үйреніп алсаңыз болады. Сол тоқылған аяқ киімнің соңғы екі қатарын тоқымай, осы Mickey Mouse тапочкасын тоқимыз. Тоқымай тастап кетесіздер, тоқып жүрген кісілер. Біз әдетте домашний тапочканы екі қабатты осындай иран жіппен тоқимыз ғой. Ал бұл жолы мына астын тоқу үшін, астын тоқу үшін екі қабат емес, бір қабатта жетеді. Бір қабат иран жіп. Осы жерге өткізіп, осылай өткізіп аламыз. Қатты мықтылау болсын десеңіз, осы тұрған жерден тағы да осылай кіргізіп, өстіп шығарып аласыз. Екі қайтара шығарсаңыз, сол өзі тартқан кезде шығып кетпейді. Ендеше мінекей қараңыз, ең бірінші отырған сол жерден осылай бір ілмек жасап, одан кейін кешірім сұраймын. Мінекей бірінші бір ілмекті іліп, крючокта үш петля, соның екеуін шығарып, екеуін шығарасыз. Екеу қалады. Сол екеу қалғанда тағы да крючокқа жіпті іліп, келесін. Келесі столбиктің үстіне тоқып, міне крючокта үш петля, осыны бірге шығарып аламыз. Одан кейін тағы да крючокқа іліп, шығарып, екеуінен бір, екеуі тұрады крючокта, жіпке крючокқа жіпті іліп, тағы да бір осылай столбик шығарамыз да. Одан екеуінен бір шығарып аламыз да, ал қалған үшеуінен тағы бір шығарамыз. Бұл алдыңғы ұзырлыға мүлде ұқсамайды, жаңа түрі. Сондықтан үйреніп алыңыздар сіздерде. Осылай тағы бір көрсетейін. Осылай бір шығарамыз. Содан кейін крючокқа жіптіріп, тағы ілмек жасап, одан екеуін бір, үшеуін тағы бір шығарамыз. Дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Мінекей мен соңына келдім. Енді
отырған ортасына қадап былай шығарып осылай шығарып аяқ киіммен айналдырамыз. Аяқ киім тоқудың ол жағын біледі деп ойлаймын. Енді мінекей басынан бастап өте бостау қылыңыздар. Осылай бостау қылған өздеріңізге жақсы, тартылып қалмайды, аяғы сыймай қалып жатпайды. Енді достар, біз мына екі орталыққа дәл осылай тоқып шығамыз. Бір, келесі мынаның ортасына емес, мына екеуінің ортасына. Дәл жаңағыдай, тек бұны столбиктің үстіне емес, өрнектердің ортасынан тоқып шығамыз. Аяқ киім тоқып жүрген кісілер біледі. Дәл осы ұзыр, тек тоқылу жағы басқаша, бірақ дәл осылай бірдей. Бұл тоқыманың бұл түрі өздеріңізге қиын болып жатса, әдеттегі тоқымадай тоқи беруге болады. Дәл мына қызыл түстегідей тоқи берсеңіз болады. Если осы тоқыманың тоқу түрі қиын болса, солай тоқи берсеңіздер болады. Мінекей мен болдым. Енді осы жерден осы басына біріктіріп мінекей қашымен қиып тастаймыз. Және де мына жіпті ұмытпай жасырып кетеміз.
Осылай ішіне қарай сыртқа, ішке сыртқа кіргізіп жасырамыз. Неке енді ақ түсті тоқимыз. Ол үшін бастан екі ортасына келтіріп, бастан бастап осылай алып осылай алып отырып өрім сияқты қылып астынан үстіне шығарып, қайта астына салып, үстіне шығарып, некеме соңына келдім. Осылай тоқимыз да енді мына басын қиып тастап бетінен кіргізіп шығарамыз. Дәл осылай шығарып, кейін біреуінің ортасынан кіргізіп сыртына шығарып аламыз. Қазір қосып тоқып жүреміз. Енді бастан бастап, біріншіден бастап, осы жерге осыны кіргізіп аламыз. Осы жерден бастап, енді әр петлясына осылай столбик без накид тоқып шығамыз соңына дейін.
біз жаңа жасаған ақ ilmekтерден осылай столбик без накидкасы тоқып шығамыз. Дәл осылай соңына тоқимыз. Енді осы жерден 3 рет воздушный көтереміз. 1 2 3. Жұмысымыз осылай айналдырып, осылай енді столбик накидін тоқып шығамыз. Тағы ескертетін бір жағдай, мынау бір без накидтің үстіне 2 столбик накидін тоқимыз. Дәл осылай 2 қатар тоқимыз. Екеуінде де әр столбиктің үстіне екеуден тоқып шығамыз. Дәл осылай бір қатар тоқимыз, содан кейін 2 қатар тоқимыз. Екеуінде де бір столбиктің үстіне екеуден тоқимыз. Мен соңына келдім. Енді осы жерден қайшымен қиып тастаймын. Бізде осындай юбка сияқты әдемі желбезек шықты. Енді құлағын тоқимыз. Және де құлағын және бантик тоқимыз. Құлақ. Бантикті тоқылу жолы менің каналымда бар. Онда описание бөліміне сілтемесін тастап кетем. Сол жерден тоқып қойсаңыздар болады, тоқсаңыздар. Мен қазір тоқмайым видеода. Сол видеоның сілтемесін тастап кетем. Сол жерден көріп сіздер тоқып үйреніңіздер. Ал құлақты дәл осы жерде қазір тоқып көрсетемін. Ол үшін осы жіптен осылай шеңбер жасап шеңберге ilmek жасап, енді осы шеңбердің ішінен 6 ilmek жасаймыз. 1 2 1 2 3 4 5 6. Енді мына жіпті тартып қысқа жіп тартамыз да бастапқы басына біріктіреміз апарып. Кішкентай болғаннан кейін қолға дұрыс икем келмейді. Сондықтан да осылай
шығып дұрыс болмай уақыт алып отыр. Кешірім сұраймын. Мінекей, осылай шығарып аламыз. Енді осы жерден тағы бір ілмек жасап, осы жаңа тоқылған 6 ілмектің үстінен екеуден 12 ілмек тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді мына басымен біріктіреміз. Біріктіріп шығарамыз. Осы жерде мінекей. Енді екі қатар көтеріп, үстінен осылай полустолбик тоқимыз. Bir столбиктің үстіне екеу, біреу келесі столбиктің үстіне біреу, екеу, біреу қылып столбиктерді тоқып шығамыз. Кезекпен кезек. Екеу, келесі столбикке біреу, одан кейін столбикке екеу, одан кейінге біреу, кейінге екеу, одан кейінге біреу, екеу, біреу, осылай. Енді келесі басын біріктіріп, енді келесі қатар екі столбик көтереміз да, дәл жаңағыдай полустолбик тоқып шығамыз. Bir екеу, бір біреу сөйтіп тоқып, соңына дейін тоқып шығамыз. Міне мен тоқып болдым. Енді басымен біріктіріп, осы жерден қиып тастаймыз жібін. Мінекей, дәл осындай шеңберден бір аяқ киімге 4-еу, екі аяқ киімге 8-ін тоқимыз. Мінекей менің 3-еуім. Дайындап болған 3-еуім. Енді осыны бүйтіп, осы бір-біріне бүйтіп қаратамыз. Осылай бір-біріне қаратып, құлағы қақиып тұру үшін, жаңағыдай түп түзу тұру үшін, осылай екі қабат қылып тоқимыз. Енді осылай просто жай столбик без накидпен екеуін қосып шығамыз. Мына жіптерді ортасына салып жібереміз.
Дәл осылай. Осылай соңына дейін екеуін қосып тоқимыз. Екеуін де бір-біріне осылай қабаттасып тоқимыз. Теріс емес, оң жақ бетін қарап тұрып бірге қосып аламыз. Мінекей мен екі құлағын дайындап болдым. Енді қадау қалды. Енді қадаймыз. Оны қалай қадаймыз? Мынау сияқты осылай екі бірдей қылып екі құлақты дәл осылайына қойып, кәдімгі инеге дәл осы жіпті өткізіп алып, дәл осы жіпті қадаймыз. Осы жіппен осылай жай ғана астынан үстіне тігеміз. Құлағы жұлынып қалмайтындай 2-3 рет қатты қылып тігіңіздер. Өстіп қатты қылып бастап ішкі жағын осылай дәл өстіп тоқимыз. Екінші құлағында дәл осылай біріктіріп
осылай түйіндейміз да жіпті арасына осылай жасырып мына жерден қиып тастаймыз. Дәл осылай енді екінші құлағын жапсырамыз. Тігеміз. Екінші құлағын қадап болдым. Енді мына бабочканы қадаймыз. Бұны дәл ортасына келтіріп дәл осындай ортасына қадаймыз да, және мына төрт бұрышын былай қалдырмай, сәл өстіп көтеріңкіреп әр жерден іліп жүреміз. Осылай қадап, әр жерінен іліп жүреміз. Дәл осылай қылып. Осымен бітеді. Дәл өстіп қадап жүріңіздер. Мінекей достар, мен бантигін қададым. Осындай әдемі ерекше тапочка шықты. Сіздер де тоқып үйреніп, еңбегімді бағалап, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Келесі видеоны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.